Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен көп балалы отбасында дүниеге келген қарапайым қазақтың қызымын. Менің балалық шағым әжемнің мейірімі мен даналығының шуағына шомылған ерекше шақ еді. Әжем марқұм өмір көрген, көпті білетін, сабырлы да төзімді жан болатын. Оның әр айтқан сөзі мен ісі маған өмірлік сабақ болды. Сол қасиеттері менің бойыма сіңді. Мүмкін әжемнен алған сол тәрбием болар, сол күнге дейін енемнің мінезін түсініп көндім. Оның қыңырлығын сабырмен, тәрбиемен жеңдім десем, артық айтқандық емес. Жеңгенде қалай? Ойлап қарасам, әжемнің төзім даналығының кілті деген сөзі санымда жаңғырып тұр екен. Мектепті аяқтап, жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүрген кезім. Бәріміздің көңіліміз қуаныш кернеп, болашаққа үлкен жоспар құрып жүрген шақ. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. Бір күні әжем мен әкем тойға бара жатып, күтпеген жерден көлік апатына ұшырады. Бұл хабар аспаннан жай түсіргендей болды. Екі асқар тауымнан айырылу мен үшін үлкен соққы болды. Әжемнің дана сөзі мен әкемнің қамқор бейнесі санамда жаңғырып, жанымды жаралады. Сол күннен бастап өмір маған жаңа сынақтарын ұсынғандай. Әжем-ай, әкешім-ай деп бозап қала бердік. Әжемнің жоқтығына сенгім келмейді. Кеше ғана әжемді тойға шығарып салған едік. Әттең, солай боларын білгенде тойға жібермес едік. Әкем балаларының қызығын әлі көріп үлгермеді ғой. Бұл жағдайда қатты қайғырдық. Бірақ анам екеуміз бәріне көнгендей болып, енді екеуміз жұмыс жасауға тырыстық. Бірақ ауылда анау-мынау айтқанда жұмыс табыла қоймады. Анамның әпкесі: үйлеріңді сатып қалаға келіңдер, қаладан шағын пәтер алып жұмыс жасаңдар, саудаға шығыңдар деп ақыл айтқасын анам көз жұмып келісті. Алайда ол әпкесі мүлдем көмектесіп қарқ қылмады. Соған сеніп үйді сатып қалаға көштік. Анам байғұсты ауылдан шығып көрмеген жан ғой. Үй аламыз деп алаяққа алданып қалдық. Ең болмаса қасымызда жүргенде ақшамыздан айырылмас едік. Анамның әпкесі базарда сауда жасайды. Шұбырып қалаға келгенде ескі сарайына кіргізген. Осында тұрыңдар, енем жақтырмайды, шуды ұнатпайды деп. Үй алатын кезде өздерің үйді қараңдар, менің шаруам басымнан асып жатыр деп кішкене болса да демеу болмады. Ақшадан айырылып, жылап келген біздерге анамның әпкесі: сүмірейіп не істеп жүрсіңдер ақшадан айырылып? Енді маған масыл боласыңдар деп түгімізді қоймай ұрсып еді. Сонда анам мен де үнсіз жылаумен болдық. Қайтейік енді, қаланың тіс қаққандары алданып, сан соғып қалдық. Өзімнен кейінгі 4 бауырым әлі кішкентай, десе де барлығын түсінетін. Кішкентай жүректері бізді қиналғанымызды көріп, қарнымыз ашты деп жылағанын көрмедік. Сонан әпкеміз: мына ескі бір бөлмелі сарайды пана етіңдер, бірақ ақшасын төлейсіңдер деп шарт қойды. Ауылға қайта алмадық. Ол жақта бізге ешкім есік ашпайтынын білеміз. Бәрі өздерінің отбасын бағып әлек. Солай қуықтай әпкеміздің лашығында тұрып, әпкемнің саудасына жұмыс жасадық. Әпкеміздің базарда көкөніс сататын склады бар. Анам екеуміз сол жерде жұмыс жасадық. Анамның айлығы тұрып жатқан лашыққа төлейді. Менің айлығым күнделікті нанға кетеді. Сонда әпкеміз шіріп кеткен картошкасын, помидорын үй алмай сататын еді. Айлықтан шегеремін деп алатын ақшаны шегеріп, ақшадан басы қартқан біреу болды. Мейлі, онысына да көндік. Бірақ уақыт өте шіріген картопты алуды доғардым. Одан да ол ақшаға дұрыс картопты басқа жерден аламын деп бір рет айтып едім. Ашуланып бетінен оты шықты. Сұрқия, арамза, осы күнге дейін сен сорлыларды бағып келемін. Мұндай жақсылықты кім жасайды сен сияқты бишараларға? Кет, үйімнің маңына жолаушы болмаңдар деп айқай салды. Байғұс анам шырылдап кешірім сұрап жатыр. Ашуыңды басшы, ол әлі ненің дұрыс екенін білмейді. Балалықпен айтты: үйіңнен қуа көрме бізді деп жалынып жылап жатты. Ішімнен әбден ашуланып, жылаған күйі жұмыстан кетіп қалдым. Үйге келсем, бауырларым дыбысын шығармай тып-тыныш ойнап отыр. Оларды әпкемнің енесі ұрсып, дыбысын шығармай қойғаны белгілі. Сол бір ұрыстан соң жұмысқа шықпадым. Әр жерді жағалап жүріп, тойхананың есігінде даяшы керек деген қағазға көзім түсіп кетті.
Ішке кіріп жұмыс сұрағанда даяшы керек екенін айтып қабылдады. Ол жердегі жұмысым ұнады. Бірде кухняда аспазшыға көмекші қажет, сол жерге ығысып кеттім. Тамақ мол, аспазшы апай да өте мейірімді екен. Бастықтан сұрап маған тойдан қалған тамақты беріп жүрді. Әйтпесе тойдан қалған тамақты еш уақытта ешкімнің алуға рұқсаты жоқ. Сол повар апайдың маған көмегі көп болды. Көп ұзамай мен де повардың көмекшісі болып, кез келген ісіне араласып, тамақ пісіруді үйреніп жүрдім. Негізі өзім тамақты жақсы дайындайтын едім. Сондай күндердің бірінде бастық сырқаттанып, бір айға Астанаға кететінін айтып, жиналыс жасады. Орнына ұлын қойып кетеді екен. Біздерге жұмысты абыроймен атқаруымызды қатаң түрде шегеріп айтты. Менің алғашқы махаббатым осы кезде басталды. Алғаш рет бастықтың ұлын көргенде бойымды ерекше тоқ жүріп өткендей болды. Оның негізі жеке жұмысы бар, бірақ анасының қалауымен бір ай бойы тойханада отыруы керек. Біздерге бас көз болған түрі, өте сабырлы, салмақты жан. Білмеймін, бір сезім оған жіпсіз байлағандай. Оны көрсем кәдімгідей қобалжып қызарып кетемін. Повар апай да мені соған әдейілеп жұмсайтындай. Таңғы ас, түскі ас, кешкі астың барлығын мен апарып беремін. Сол кезде қатты ұялып қалатынмын. Ол маған күлімдеп қарап, жағдайымды сұрайтын еді. Мен қысылып әзер жауап беремін. Сол бір айда бастық ұлы маған сезімін жеткізіп үлгерді. Алғашқы ғашығым ғой, тығылып кездестік. Керемет қыдырулар көбейді, бірақ еш уақытта артық қылық жасамадық. Өйткені ол нағыз жігіт еді. Ол менен 10 жасқа үлкен болды. Жұмысына берілген. Ол үйленуді қажет етпей жүргенін айтып, шындығын мойындады. Тіпті үйленуге ұсыныс жасады. Мен анам мен бауырларымды асырап, қанаттары қатайғанша тұрмысқа шыға алмайтынымды айтып, жылап алдым. Ол мені құшағына тартып, енді менің отбасым, оның да отбасы екенін, тіпті бауырларымды өз бауырындай өсіретінін айтып, қуантып тастады. 2 күннен соң мені демалысқа жіберді. Өзі мені шақырып алып, жаңа пәтерді көрсетті. Сене алмаймын. Ол жерден нотариуске барып, 3 бөлмелі пәтерді атыма өткізіп берді. Барлығына таң қалып жүрмін. Бұның бәрін мен үшін істеген, және өзіне тезірек тұрмысқа шығу үшін істегенін айтты. Анама басында өтірік айтып, кейін шындықты мойындадым. Әпкемнің лашығынан солай мені жігітім құтқарды. Жаңа пәтерге көшіп келгенде, жігітімде қолына сыйлығы бар. Анамның алдынан келіп, өзін таныстырды. Анам да көп ойланбай ақ батасын берді. Емделіп келген жігітімнің анасы мені келін қылып алатынын естіп, кабинетіне шақырып алды. Ей бишара, сен неге ұлымның басын айналдырып тиіп алмақсың? Қане шыныңды айт, қалай дуалап алдың деп жағама жармасты. Қорқып шошып кеттім. Ол әйел менің аузымды аштырмастан шашымнан сүйреп ұра бастады. Айғайлап түгімді қоймай төмпештеп жатты. Даусымыздан тек администратор жетіп келіп әзер айырды. Бұл оқиғаны естіген жігітім анасымен ұрысып, сол күні некемізді қиып қонақ үйде тұра бастадық. Анасына қанша рет бардық, бірақ бізді кешірмейтінін айтып қуып шығатын. Күйеуім екеуміз бөлек пәтер алып, тек менің туыстарыммен араласып өмір сүріп жаттық. 2 ұлды болдым. Екінші баламды босанған соң анам алғаш рет үйге келіп араласа бастадық. Сол енем келгелі мен ауыра бастадым. Ине, шаш, тырнақ деген нәрселерді үйдің бұрышынан тауып алып жүрдім. Бірақ оны ешқашан елемей жүрдім. Бір күні басым айналып құлап, 2 аяғымды баса алмай мүгедек болдым. Анам байғұс жылап жүріп, үйге имам шақырып, дұға оқытып, бірдеңелер жасады. Бәрібір аяғым ісіп, жүру нашарлады. Сонан күйеуім бизнесін, тұрып жатқан үйін сатып, шетелге апарып, сол жақтан жақсарып, қайта жүре алатын болдым. Күйеуім аяққа тұрғанша анаммен бірге тұрдық. Екеуміз бірге шағын шайханадан бастап тойханаға дейін көтерілдік. Күйеуім өте мейірімді, қолы ашық, алтын адам ғой. Сол үшін Алла барлық байлықты үйіп төгіп берді. Күйеуім мені ғана емес, бауырларымды да өз інісіндей бағып қақты. Мен ауырғанда да тастап кетпей жанымда болды. Осындай адал күйеуді жолықтырғанмен бақытты әйелмін. Енем ана жылы өмірден өтті. Кетерде менен кешірім сұрап, кезінде мені дуалаған екен. Сол істі үшін өкінетінін айтып қоштасты. Ол бұрыннан ауыратын. Сол ауруымен қанша емделсе де асқынып өмірден өтті. Анам әлі күнге дейін жанымызда. Ара-тұра келіп тұрады. Жақында келінді болдық. Бауырымның алды үйленді.
Күйеуім өз баласын үйлендіргенде бәрін өз мойнына алып, тойды дүркіретіп өткізді. Сол тойда анамның әпкесі келген. Ұялмай қызармай той үстінде, баяғыда осы балаларды өзім баққан едім. Осы қалаға өзім қоныстандырдым деп сөз сөйледі. Бұнда 200 адамды көрген емеспін. Мені көре сала, қалайсың қалқам, амансың ба деп жолпылдап ас үстіне түсіп жатыр. Мен төк болмағандай амандасып, қал жағдай сұрастым. Өмір деген осы екен. Қолыңда бар болса ғана адам санайды. Жоқ болса, еленбей қаласың. Әңгіменің соңы. Маған қолдау көрсетіп, арнама тіркеле кетіңіздер.